жаңайдан неден сақтану керек, енді бәрін де бір алла біледі ғой. Десе де достар, бірі күні, 10 күні, 19 күні, 28 күні туылған кісілер бар ма екен? Достар, бірліктен бастайық, бірліктен бастайық. Бірі күні, 10 күні, 19, 28 күні туылған кісілер бар ма екен? Гүлмира ханым, сондай сізде жаңағы не ғой, жақсы жаңағы рухани деңгейде өмір сүретін жассыз ғой. Алла тағала сондай жаңағы аян түстер арқылы өміріңізге сондай бағыт бағдар беріп отырады. Өмірден өткен жақындарыңызды түсіңізде көп көресіз. Гүлі ханым, үштіксіз, ақырындап тыңдап отырсаңыз бәрін айтып береміз. Бірліктен бастап айтайық, достар. Бірі күні, 10 күні, 19 күні, 28 күні туылған кісілер келесі айтады, неден сақтану керек? Мысалы, кейбір адамдарға денсаулық түседі, кейбір адамдарға махаббат түседі. Осы айда достар, барлығымыз енді қарым-қатынастан сыналдық, Байқайсыздар ма? Отбасында көп реніш болып кетті. 8 күні, 11 күні. Амангүл ханым, сіз 8-сіз ғой. 11. Айжан ханым, туылған күніңіз не деген жақсы? 11. Сіз әрбір нәрсені жаңа жұпсаннан алып жүрсеңіз, әрбір ісіңіз берекелі болады. Мысалы, сыңар нәрсе алмай жүрсеңіз болады. Мысалы, әр нәрсе алған кезде жұпсан алып жүрсеңіз, сіздегі сәттілік саны өте жақсы. Айжан ханым, осы бірі күні, 11 күні, 28 күні, 19 күні туылған. Сегіздіктерді айтамыз, Амангүл ханым, айтамыз. Достар, лайктарыңызды басып отырыңыздар, жүректеріңізді басып отырыңыздар. Рахмет, жүректеріңіз 100-ге дейін соға берсін. Гүлмира ханым, рахмет жүрегіңізге. Анар ханым, сіз 6-лықсыз ғой, қазір күте тұрыңыз, бірліктерден бастап айтамыз. 6-й айдың 9 күні болсаңыз, 9-лықсыз. 9-лықтарға өте жақсы сан түсті ғой осы айда. Алдында жетіліктерге жақсы сан түскен, жетіліктерге, үштіктерге жақсы сан түскен, 3 күні туылған кісілерге. Жанар ханым, кешір, қалдарыңыз қалай? Аман есенсіздер ме? Денсаулықтарыңыз қалай? Назгүл ханым, 9-лықсыз, күте тұрыңыздар, Ұлжан ханым, 29 күні. 2-ліксіз ғой, Ұлжан ханым. Бірі күні, 10 күні, 19 күні, 28 күні туылған адамдар, енді көбінде жаңағы көшбасшы адамдар деп айтады, ел басқаратын, сондай бір нәрсені ұйымдастыратын адамдар деп айтады. Олар енді көп жағдайда адамдардың пікірін елемейтін, мінезі қырыс адамдар. Аға, қалыңыз қалай, жақсыз ба? Денсаулығыңыз қалай? Жақсы, аман есенбіз. Еркетай дейді. Рахмет, мен достарым көп Еркетай деп еркелетеді. Назгүл ханым, жақсы, амансыздар ма? Бірі күні, 10 күні, 19 күні, 28 күні туылған адамдардың психологиясы көбінде жаңағы елдің алдында жүретін адамдар енді. Бірақ іштей жаңа өзімшілдігі де бар, көп адамды елек кетпейтін адамдар. Бірі күні, 19 күні, 28 күні, 10 күні туылған адамдар, осы айда неден сақтану керек? Асығыс шешім қабылдаудан сақтану керек екен. Эмоцияға беріліп, біреудің, мысалы, бірліктердің психологиясы сондай ғой, жаңа бет қайта салады, бірдес екі деп тұратын адамдар. Ешкім есесін жібермейтін адамдар ғой. Осы айда сондай жаңағы эмоциямен шешім қабылдаудан бірліктер қатты сақтану керек екен. Қаржылық тәуекелділікке алаяқтарға алданып қалуыңыз мүмкін. Қаржы мәселесінен ойланып шешім қабылдауыңыз керек екен. Сондай жоспармен жүретін болсаңыз, осы айда сізге жаңа сәттілік серігіңіз болады дейді. Сонда бірліктер неден сақтану керек екен? Эмоцияға берілмеу керек. Өйткені бірлік бірі күні, 10 күні, 28 күні, 19 күні туылған адамдар жаңа өздерін менікі дұрыс деп санайтын адамдар ғой. Мен өзім білем, мысалы, балаларымыздың да психологиясын қарасаңыздар болады. Олар көбінде менікі дұрыс дейді. Мама, менікі дұрыс, өзім білем. Деп айтуы мүмкін, бірақ өз білгенін жасайтын адамдар. Сізден ақыл сұрауы мүмкін, не істесем болады деп. Бірақ айналып келгенде өзінің пікірмен өмір сүретін адамдар да, бірліктер. Сонда жаңағы 5-ші айда осы жаңа ай келеді ғой, достар. Айдың бірі күні жаңа ай туады деп жатыр. Сондықтан осы жаңа айда неден сақтану керек екен? Көп жағдайда сондай жаңағы эмоциямен шешім қабылдамау, біреудің көңіліне тиетін сөздер айтып қоймау керек екен. Албаты нәрсеге ақша жұмсап қоймау керек екен. Тәуекелділікке бармау, мысалы. Кейбір адамдар болуы мүмкін, ана саудан істейік, мына саудан істейік, мынандай жерге ақша салайық десе, бірліктер ойлану керек екен. Құжаттарды қайтадан қарастырып деген сияқты. Мына бестіктермен ақылдасу керек екен. Бірліктер бестіктермен ақылдаса жақсы шығысады екен. Жаңа мен сияқты 5 күні, 23 күні толған адамдармен ақылдасу керек екен. Қандай мейірімді ақылдадыңыз, сау болыңыз.
Рахмет Гүлмира ханым, рахмет, Алла разы болсын. Достар, бірліктер бар ма екен осы ортада? 1 күні, 10 күні, 19, 20, 28 күні туылған кісілер бар ма екен? Ақсаулы ханым, сіз 9 күні туылсаңыз, 9 күні айтатын боламыз. 8-діктерді де айтамыз, достар? Бірліктен бастап жатырмыз. Суфия ханым, қалыңыз қалай, жақсысыз ба? Бірліксіз ба? Мен дейді, ой, көп екен бірліктер. Сонда бірліктерге осы айда ақша потогі ашық негізі. Бұларға бір күні туылған адамдар ақшадан көп қиналмайды негізі. Олар жаңағы бәрін жаңағы тәуекелділікпен жұмыс жасайтын адамдар ғой. Қорықпайды, еш нәрседен қорықпайтын адамдар, ешкімге есесін жібермейтін адамдар. Мен білем, мен басқарамын. Негізі жаңа ел басқаратын, мектеп басшылары болсын, көп жағдайда осы бірліктер ел басқарады. Ал енді осы 5-ші айда сол бірліктер қатты сақтану керек, жаңағы эмоциямен шешім қабылдап, біреудің жүрегін ауыртып қоюдан, асығыс шешім қабылдап, жаңағы әрекет жасап қоюдан, жеңіл ақшаға үміт артып, бір алаяқтарға алданып қоятын, алаяқтарға алданып қалатын жағдайлар болуы мүмкін, бірліктерге. Мысалы, менде де жаңағы алданып қалғам, ол адам болғаннан кейін кейде сондай жағдай болады. Әли бала дейді, қалдарыңыз қалай? Одан кейін достар, 2 күні, 11 күні, 20 күні, 29 күні туылған кісілер бар ма екен? Дұрыс айтасыз дейді, менің жолдасым бірлік дейді. Сол бірліктер сондай, өздерін дұрыс санайды. Өзімшілдігі де бар, тәкаппарлығы да бар. Сізден ақыл сұрап тұрады да, не істесем болады деп, бірақ көп жағдайда өзінің дегенін жасайтын адамдар. Енді екіліктерге көшеге достар, 2 күні, 11 күні, 20 күні, жақсы. Салта ханым, Салта ханым, сондай 20-29 күн туылған адамдар екілік. Мерует ханым, сіз екіліксіз ғой? 2 күні, 11 күні. Айжан ханым, 2 күні туылған адамдар неден сақтану керек? 5-ші айда неден сақтану керек, достар? Бұл енді ешқандай бір Аллаға сыйлық қосу емес, достар. Нормология ғылымы бойынша да айтады. Мен бір мықты ұстаздан осы туралы сұраған болатынмын, осы Аллаға ширк қосуыма, туылған күн туралы сөйлеуге бола ма деген кезде, бұл енді Әл-Фараби атадан қалған білім деп, сол кісі бізге осы ақпаратты берген болатын, достар. Сондықтан бір шын жүрекпен қабылдасаңыздар болады, тыныш жерде отырып тыңдасаңыздар болады. 14 күн туылған, 5-тіктер ғой, 14-і мен сияқты 5-і, 23 күн туылған адамдар 5-тіктер. Алда айтатын боламыз, екіліктер туралы айтайық, 15 күні туылған адамдарды айтамыз, отыр 6-лық қой, 15 күн туылған адамдар күте тұрыңыздар, 18 күні туылған адамдар 9-лық. 2 күні туылған адамдар, достар, бұлар өте мейірімді адамдар дейді. Әр нәрсеге жанашып тұратын, біреу ауырып қалса да жақындарына көп күйінетін адамдар дейді. Өте жаңа тәртіпті жақсы көретін, ұқыпты дейді. Сондай ма, достар? Әр нәрсеге жаңа тамақты да, әр нәрсені жоспарлап істейтін адамдар, тәртіпті жақсы көреді, отбасында бір нәрсенің орында тұрған қалайтын адамдар екен, жаңа екіліктер. 2 күні, 11 күні, 20 күні, 29 күні туылған адамдар, бұлар екіліктер болып саналады, достар. 2 күні туылған адамдардың психологиясы сондай, жаңағы мейірімділік жақсы көреді екен. Адамдардың басын қосады, қонақ шақырған жақсы көреді, бір нәрсені жалғыз істеген жақсы көрмейді, елмен бірге істеген жақсы көреді. Бір баласы болса да қасында бір әңгіме айтып, күңкілдеп, сол бір қасында жүрсе, біреу сондай көңілді болады екен. Жалғыздықтан қатты қорқатын адамдар дейді, екіліктер. Бірге істейікші, бірге барайықшы, жүр. Көшеге шықса да, сол біреумен бірге барып, сондай жалғыздықтан қатты қорқады дейді. Сол адамдарды жақсы көреді екен, екіліктер. Бірліктерді айттық, Мақпал ханым. Қазір қайтадан бір түсіндіріп айтып беремін. Сонда екіліктер жаңа мейірімді дейді. Біреудің ауырып қалды десе қиналады, біреудің баласы ауырып қалды десе жаңа жүрегіне салып алады көп нәрсені. Анау не болды екен деген сияқты. Одан икемді дейді. Ортаға тез бейімделетін, бір адамдармен жақсы тез тіл табысып кететін адамдар. Сондай ұқыпты дейді. Әр нәрсені сондай ұқыптап ұстайтын адамдар. Албатта ақша шашпайды. Бір жерге барайын десе де есептеп отырады. Ана жерге қанша кетеді, ананың үйіне қанша апарамын деген сияқты. Бірліктерді айтамыз, достар, қайтадан айтатын боламыз. Енді сол кемшіл тұстары өте жаңағы ұсақшылдығы да бар. Одан бір нәрсеге шешім қабылдау қиын дейді. Істейін ба, істемейін ба, барам ба, бармайын ба, көшейін ба, көшпейін ба, мына баламды қосымша берем ба, бермейін ба, ми қатып, бір кішкентай істің өзіне ми қатып жүретін адамдар. Кешкі тамаққа не жасаймын, мәнті түйем ба, жоқ лаңына салам ба, анадан ақыл сұрап, мынадан ақыл сұрап, ми ашып жүретін адамдар осы екіліктер екен, достар. Сондай жаңағы, одан кейін жаңағы 5-ші айда неден сақтану керек екен екіліктер?
өткен өмірді қозғаудан. Мысалы бестіктерге, жаңа екіліктерге өткен өмірінде бір адамдар кездесіп қалуы мүмкін, өткен бір араласпай кеткен бір туысы, не болмаса өмірде бір хабарсыз кеткен адамдар қайтадан кездесуі мүмкін. Сонда ескі реніштер қозғалады дейді. Баяғыда сөйтіп айтып еді деген сияқты. Өткенге кетіп қалмау керек. Екіліктер жаңағы жоқ деп айтып үйрену керек. Эмоцияға берілуден, не болмаса жаңа қаржылықтан негізі осы 5-ші айда достар көбірек өсіру керек екен. Жаңа гүл өсіру керек, ағаш өсіру керек. Сонда біздің жаңа өмірімізде жан жағымыз көркейе бастайды екен, гүлдене бастайды екен. Осы 5-ші айда достар қарыз алудан, қарыз беруден қатты сақтану керек екен. Өйткені біреуге қарыз беретін болсақ, оны ала алмай қалуы мүмкін. Ала алмай қаламыз, иә. Енді қарыз алатын жағдай болса, оны ұзақ уақытқа дейін созып қайтара алмай қиналып қалуымыз мүмкін. Сондықтан достар, осы 5-ші айда ақша мәселесінен қатты сақтану керек екен. Барын әр нәрсені ұқтап ұстап, банкке, депозиттерге бір 500 теңгеден 1000 теңгеден күніне салып отырсаңыздар, осы 5-ші айда өте берекелі ай, өсетін ай, жақсылыққа жететін ай, иә. Сондықтан осы нәрсеге қатты мейлі қанша күніңіз қанша болса да, бірақ осы бестіктер болсын, екіліктер болсын, қаржылық сауаттылықты игеруіміз керек екен достар. Мен енді осы депозит туралы көп үгіттеп жатырмын ғой. Көп кісілер айтып жатыр, ол Аллаға серік қосу, сен депозитті үгіттеме деп айтады. Жеткілікті, иә, айтамыз. Сондықтан достар, айтқым келетіні ол ақша сақтау, ақша жинау, жақсылыққа ақша жинау деген ол мен ойлаймын Аллаға ширк қосу емес деп ойлаймын да. Баламды шетелге оқысам, қыдырсам, саяхаттасам, иә, сондай бір жақсылыққа өзіңді бір жақсылықтан үміт үзбеу деген дүние жақсы ғой. Бірліктер достар жаңағы неден сақтану керек? Асығыс шешім қабылдаудан сақтану керек. Өйткені бірліктер жаңағы менікі дұрыс деп ойлайтын адамдар ғой көбінде. Мен білемін, мен басқарам. Біреуден ақыл сұрайды, ақылын тыңдайды, бірақ өз шешімін жасайтын адамдар бірліктер. Сонда жаңағы осы 5-ші айда қаржылықтан, қаржы жағдайынан қиналып қалуы мүмкін. Барынша жақындармен ақылдасу, жаңағы бестіктермен ақылдасу керек екен, бірліктер. Сондықтан достар, жаңағы екіліктер не істеу керек? Жалғыз қалудан қорықпау керек. Күніне 1 сағат болса да өзіңізге уақыт арнап, табиғат аясында жүріп, жаңа ой біреу болмаса шыдай алмаймын, біреу болмаса мен шай іше алмаймын деген адамдар, екіліктер негізі 5-ші айда тыныштыққа келу керек екен. Мен нені қалаймын деген сияқты. Өйткені бестіктердің мына асқазан жүйкесінде көп жағдайда жаңағы бір нәрсені көп уайымдайтын адамдар ғой. Өткен өмірді көп уайымдайтын адамдар. Сондықтан асқазан жүйкені сақтау керек екен. Сонда екіліктерге не істеу керек екен? Тыныштықта қалу керек екен. Екіліктер осы 5-ші айдан бастап жаңағы енді айтып жатыр ғой. Достар, жүректеріңізді баста отырыңыздар. Жүректеріңіз 100-ге дейін соға берсін. Айтамыз достар, 15 күні толған адамдар алтылықтар болады, айтамыз. Атын оқи алмай жатырмын. Сондықтан достар, екіліктер не істеу керек екен? Күнделік жүргізу керек екен. Шүкіршілік техникасы, алғыс айту техникасы деген сияқты күнделікті жоспарыңызды құруыңыз керек екен осы айда. Райхан ханым, иә, сіз жетіліксіз, иә, айтамын. Сонда екіліктер достар, жаңа біреу болмаса шай іше алмаймын, жалғыздықтан қорқам деген кісілер осы 5-ші айда неғұрлым жаңағы тыныш қалып, өз-өзімен жұмыс жасап, күнделік жүргізіп, медитация жасап, Алладан дұға тілеп, өзіңіздің қандай да бір арманыңыз бар, иә, күніне 1 сағат болса да, 2 сағат болса да, өзіңіздің ішкі әлеміңізбен жұмыс жасауыңыз керек екен. Сонда барып сізге өзіңіздің бір арманыңыз орындалады. Байлыққа, бақытқа жету сіз үшін оңай болады. Әрбір жаңағы айға жоспар жазыңыздар, иә достар, айдың 1 күні басталған кезде. 2 туралы көп айтып кеттім ба? Онда үштіктерге көшейік, иә достар. 3-і 12-сі 21 күні 30 күні толған кісілер бар ма екен? Үштіктер. 3-і күні 12-сі 21 күні 30 күні толған кісілер бар ма екен? Жоқ болса өтіп кетейік, иә достар. Үші күні асқазан екіліктер, асқазан екіліктер. 3 күні толған кісілер бар ма екен достар? Роза ханым бар дейді. Үштіктер туралы айтайық, иә. Үштіктер шығармашыл адамдар ғой, жаңа ән айтатын, би билейтін, Гүлзира ханым бар екен, Роза ханым бар екен. Шығармашыл адамдар ғой, елдің алдында жүретін, сахнада жүретін, өнерлі адамдар, үштіктер негізі. Олар жаңағы көп идея табады, елдің алдынан шығудан қорықпайды, мысалы. Тойға шықса сөз сөйлейтін, адамдардың басын қосатын, ұйымдастыратын, елдің алдында жүретін, сөзге шешен адамдар дейді. Роза ханым сондай ма? Әр нәрсені ән айтамын дейді. Иә, сондай. Үштіктер сондай. Жаңағы елдің алдында өзін көрсете алатын, өнерін көрсете алатын, бір жерге барған кезде бір жақсы тілек айтатын адамдар ғой, үштіктер. Сол кемшіл тұсы жаңағы біраз жауапкерсіз дейді.
адамдарға көп уәде беріп қояды дейді. Ананы істеп барам, Дидар ханым қалыңыз қалай? Ананы істеп берем, мынаны істеп берем деп өзіне көп жүкті жүктеп алады екен. Өзіне де жаңа елге де сондай көп уәде береді, өзіне де көп. Ертең ананы істеймін, ертең перде жуамын, көрпеде жуып тастаймын дейді да. Ертең күн энергия жоқ, басын бастайды, аяғы жоқ екен көп шығар. Иә, жақсы тілек аямаймын. Иә, сол Роза ханым сондай адамдарға жақсы тілек айтасыз, иә? Бірақ жаңа өзіңізге келген кезде кейде бір уақыт жетпей қалады. Сондықтан осы 5-ші айда өзіңізге көңіл бөлуіңіз керек екен. Жаңағы бос уәде бермеңіз дейді адамдарға. Адамдарға жаңа мен сенің тойың жүргізіп берем, үйіңді тазалап берем, балаңды бағып берем, мені шақыршы өзі. Менен ақыл сұра деген сияқты адамдарға көп уәде бермеңіз дейді. Осы үштіктер денсаулықтан жаңағы бауыр, тері қабыну ауруларынан сақтану керек екен 5-ші айда. Жаңа көбірек тұзды суға құйынып, өйткені енді жаңағы ангина деп айтады біздің жақта, енді сіздер жақта не дейтін білмеймін, әгі көктем кезінде бір мұрын қабыну ауруларын айтады ғой, аллергия. Иә, сол үштіктер сол көбінде көп уәде беріп қояды екен. Сонда одан кейін жаңағы жолда абайлаңыз дейді. Сіздерге осындай түсіп тұр. Өйткені үштіктер жаңа қозғалысты жақсы көреді, елдің алдында жүргенді жақсы көреді, көп жаңа еркіндікті жақсы көреді ғой. Сондықтан жолда абайлау керек екен. Машина айдап жүрген болсаңыз жолда абайлауыңыз керек, жолдан өткенде абайлаңыз, иә? Сондай үштіктерге сондай түсіп жатыр. Үштіктер түсін алдыңыздар ма? Рахмет, иә. Жолға шыққан кезде бір садақа беріп, сол қолыңызбен бір жолға садақа тастап кетсеңіз де болады, иә? Сонда жолдан сақтаныңыздар деп жатыр осы бестіктерге. Үштіктерге 5-ші айда жолдан сақтаныңыздар дейді. Ал енді достар, төрттіктер бар ма екен? 4 күні, 10 күні, 22 күні, 31 күні толған кісілер бар ма екен? 23 күні, иә, бай болу үшін миды жұмыс жасады. Иә, дұрыс айтасың, миды жұмыс жасады керек. Сол миымыз жұмыс жасап жатырмыз. Ұрсып кететін адамдардан достар, бізге ұрсатын адамдар көп қой енді. Үйде дұрысып жатады, түзде дұрысып жатады, бастығымыз дұрысып жатады, күйеуіміз дұрысып жатады. Осы тікелей эфирде ешкім ұрыспаңыздаршы өзі. Адам жүрегі ауырып қалады. 4 күні, 10 күні, 22 күні, 31 күні толған адамдар бар ма екен достар? Төрттіктер бар ма екен? Төрттіктер. Жоқ болса өтіп кетейік, достар. 4 күні толған кісілер бар ма екен? 4 күні, 10 күні, 22 күні, 31 күні толған адамдар. Роза ханым, рахмет, Алла разы болсын. Достар, жүректеріңізді баса отырыңыздар. Рас айтамын достар, мен жүрегім нәзік өзі. Біреу алдында бір тікелей эфирге шығып, біреу боқтап кетті емес пе? Мен 3-4 күн тікелей эфирге шыға алмай қалдым ғой. Ұрыспаңыздаршы өзі. Рас айтамын бар ғой достар. Жасық қалдық қой бәрімізде. Ойбай, әйел адам үндемеу керек, бойсыну керек, күйеуді тыңдау керек. Тыңдап. Осының алдында бір Иә, 9-дық, 27-сі 9-дық. Төрттіктер бар ма екен? 22 күні, 13 күні, 31 күні, 4 күні толған адамдар тұрақты дейді. Беби ханым, сондай ма? Тұрақты. Көңіл күй тұрақты, сабырлы адамдар дейді. 22 бармыз дейді Азамат мырза. Рахмет, Алла разы болсын. Тұрақты ма достар? Не деген жақсы? Мен көңіл күй тұрақты дейді. Сабырлы, салмақты, сондай тұрақты әр нәрсеге. Отбасы да тұрақты, мысалы, жұмысы да тұрақты, өзі сондай бір жайлы адамдарды айтады екен, төрттіктер. Қазақ айтады ғой, 4 қолаң түгел болсын деп. Төрттіктер негізі жақсы екен, жаңағы шыдамды, адамдар бір сенім артылатын, үйін тапсырып кететін, баласын тапсырып кететін, осы сен қарашы, сен бақшы, сен білесің деген сияқты айналадағы адамдарда сондай сенім артады екен. Оның айналасында досы болсын, жолдасы болсын, қатты сенеді екен төрттіктерге. Ой, менің әйелім пысық, менің әйелім алтын, менің күйеуім сондай мықты деген сияқты төрттіктер көбінде салмақты, сабырлы, әр нәрсені сондай бір парасаттылықпен ойлайтын адамдар екен. Сондай енді кемшіл тұстары сондай жаңа өзінің эмоциясын жасыратын адамдар. Бір нәрсені жақсы көріп тұрса да, не болмаса, чарчап тұрса да айта алмайды. Жоқ деп айта алмайтын адамдар, иә деп көне беретін адамдар. Сондықтан жаңағы 4 күні толған адамдар денсаулықты күту керек екен. Сүйек дейді. Сүйегіңіз қақсауы мүмкін 5-ші айда. Ауа райы жаңа құбылмалы болады ғой. Одан тістеріңізді күтіңіздер дейді. Білмеймін енді осы төрттіктерге солай түсіп тұр да 5-ші айда.
жаңа буын аурулары туындауы мүмкін дейді, енді қозғалуы мүмкін дейді, бір ескі аурулар қозғалып кетуі мүмкін дейді. Сонда жаңағы көбірек фитнесқа бару керек дейді. Рас дейді. Сонда бестіктерге солай түсіп тұр да, мен таң қалдым. Жаңа тісін емдету керек деп жатыр. Одан кейін көбірек азамат, сіз де сондайсыз ба? Білмеймін, мен таң қалдым да, тіс түсіп жатыр. Бесінші айда буын аурулар, сүйек қақсайтын жағдай болады дейді да. Күн бұлтаса болды, сүйегі тізесі қақсайтын адамдар осы көбінде төрттіктер екен. Туыстармен қарым-қатынас жақсарту керек екен. Одан кейін қарыз бермеу керек екен. Сонда сіздерге 5-ші айда тек қана тұрып жүру керек екен. Тіс тесік дейді. Биби ханым, сол тісіңізді емдету керек пе екен, әсілі сізге солай түсіп тұр да. Өйткені достар, әйелдің барлық қуаты ол тісінде болады. Тісі жоқ адамның күші жоқ дейді да. Біз енді жаңа босанғаннан кейін жақсы күтін алмай қалдық, тісімізден де кетіп қалдық. Ретімен келе жатырмыз, Сондықтан 4 күні толған адамдар әйтеу абайлаңыздар, жаңа денсаулықтан абайлаңыздар. Күніне жаңағы тіс ауырады, сондай де буын ауырады екен. Осы төрттіктердің көбінде сүйек қақсайтын буындар көп ауырады екен. Сондықтан аяғыңызды күнде мен сияқты жылы суға малып, сондай өзіңізді күтуіңіз керек екен. Бестіктерге сондай денсаулық түсіп тұр. Мысалы, жаңа бірліктерге ақша түсіп тұр, Ақшаңды күтіп ұста деді, мысалы. 20 күн айтамыз, мен бестікпін ғой 20 күн. Енді бестіктерге келдік, достар. Толық айтайын, достар. 5 күні, 14 күні, 20 күн толған кісілер бар ма екен? Мен бестікпін. Бестіктер бар ғой. Мен өзім сондаймын, біреуді жақсы көрсем, шынайы жақсы көрем, жүрегімен беріліп қалам да, енді көңілім қалса қарағым келмей қалады. Сәмза ханым сондайсыз ба? Мен 23 дейді, мен жолдасым да 23, өзім де бестікпін. Кейде жаңағы тіл табыса алмай қалатынымыз да сондай, менікі жөндеп кетеміз кейде. Сіз де сондайсыз ба? Жаңағы біреулерге шынайы берілесіз, шынайы жақсы көресіз, араласасыз, біреуге барыңыз болса бергіңіз келіп тұрады да. Ол адамның бір кішкентай сатқандығын көрсеңіз, сондай жүрегіңіз ауырып қалады. 24 күн толған кісілер алтылық, қазір айтамыз. Достар, күте тұрыңыздар. 5 күні толған адамдар сондай өзгеріске тез бейімделеді, мейірімді, сондай көпшіл, әңгіме айта біледі, адамдарды жақсы көрсе бір шынайы жүрегімен жақсы айта алатын, жақсы жеткізе алатын адамдар. Мен олың бестік тура айтады дейді. Ал енді кемшіл тұстары сол тұрақсыз дейді. 17-8-дік. Сонда бар ғой, жаңағы кемшіл тұстары тұрақсыз дейді. Мен сондаймын. Ойбай, мен бір айға жоспар жазып тастаймын да, көбінде орындалмай қалады. Сонда бестіктер көбінде жаңағы махаббатта да сондай екен. Біреуді тез жақсы көреді, тез суынып қалады екен. Біз енді махаббат жақсы көрген, шынайы жақсы көресің да, оның бір өтірігін көресің, бір қылықтарын көріп қалады екен да, махаббат мәселесінен бестіктер көп қиналады екен. Өйткені тез жақсы көреді, тез суынып қалуы мүмкін да. Махаббат мәселесінен көп қиналады екенбіз. Сондай жаңағы сөзде тұрмай қалатын сәттеріміз болады екен, көп уәде беріп қояды екенбіз, бір істі бастап соңына жеткізбейді екенбіз. Енді 5-ші айда біз неден сақтануымыз керек екен? Ақшадан. Жаңағы кемпір берсін қыз аласың деген сияқты, бір нәрсеге тез ақша тауып алам, мына саудадан тез байып кетем деген сияқты, тез ақша табудан сақтануымыз керек екен. Мысалы, менде де сондай алданып қалғам. 31 толған адамдар төрттіктерді айтып кеттік, достар. Сондықтан жоспар құруымыз керек екен. 5-ші айға жоспарлы түрде жазуымыз керек екен. Сонда 5-ші ай бізге берекелі ай болады екен. Егер жоспарсыз, сол алдыңғы сияқты шапқылап, ақкөңілдікпен анағанда жүгіріп, мынағанда жүретін болсақ, 5-ші айымызда жаңағы ай атпасын бұрғанша су етіп өте шығады. 5-ші айда арман тілегіміз орындалу үшін, үй алу үшін, машина алу үшін, қарыздан құтылу үшін сөзсіз сол тұрақты, әр нәрсені тұрақтылыққа келуіміз керек екен. Отбасында тұрақты, көңіл күйде тұрақты. Мысалы, төрттіктерге сондай түсіп тұр, төрттіктер тұрақты дейді. Төрттіктер тұрақты деп айтып жатыр да. Төрттіктерге жаңағы денсаулықты күту керек дейді. Бестіктерге де сондай жаңағы демалуды ұмытып кетуіміз мүмкін екен. Бестіктерге келіп жатырмыз. Мырза ханым, 0618 деген кісі. Рахмет, ал разы болсын сізге, ер азаматтар жақсы тыңдап жатыр ғой. Әсем ханым, рахмет. Қалдарыңыз қалай? Бестіктерге қарым-қатынас түсіп тұр екен, достар. Бестіктерге. Мысалы, менде де осы айда қарым-қатынастан қатты сыналдым. Жаңағы өзі бір нәрсе көңілсіз болып, еңсемізді көтере алмай, шаршап, сондай сезім болды. Сіздерде де сондай болды ма, достар? Осы 4-ші ай бір түрлі ауыр болды ма? Денсаулықтан қиналдық, жаңағы қарым-қатынастан қатты қиналдық. Алты туралы айтамыз. Қарым-қатынастан қатты қиналдық, біреуді ренжітіп алдық. Міне, бестіктерде сол 5-ші айда 2 бестік түсіп тұр ғой. Осы ай көп адамға ауыр тиіп кетті. Білмеймін, енді ауа райына байланысты ма, еңсемізді көтере алмай қалдық, ерте жүре алмай қалдық.
арман мақсаттарымызды жаза алмай қалдық, көп нәрсені жоспарладық, бірақ орындаған жоқпыз достар. Жетілікті айтамыз, бестіктерді айтып жатырмыз. Сондықтан бестіктерге, мысалы төрттіктерге не түсті, байқадыңыздар ғой, оларға денсаулық түсті, денсаулықты күтіңдер деп жатыр. Енді бестіктерге қарым қатынас түсіп жатыр. Өйткені біз бір нәрсеге асық шешім қабылдап қоямыз. Сондықтан бестіктер көп жағдайда бір сөзбен бір адамның көңілін ауыртып алуымыз мүмкін. Өміріміздегі ең бір жақын адамдарды ауыртып алуымыз мүмкін. Жайнақұл ханым, мен тегін айтып жатырмын ғой. Олай айтпаңыздаршы достар. Адамның қақсына кірмеңіздер, достар. Тегін айтып жатырмын, ешкімнен ақша сұрап жатқан жоқпын. Сау болыңыз. Енді қараңыздаршы, адамның Жайнагүл деген кісі енді әдемі ғой, аты деген Жайна, Гүлгүл Жайна деп тұр да. Бірақ адамдарға жаман пікір жазудың қажеті жоқ достар. Өзіміздің жолымыз жабылып қалады. Мен сіздерден ақша алып жатқан жоқпын. Алла разылығы үшін тегін айтып жатырмын достар. Сондықтан қалдарыңыз қалай достар? Жаман сөз жазбайық, достар. Алтылықтар туралы айтатын боламыз, Сонда бестіктер қарым қатынастан осы 5-ші айда қатты сақтану керек, Албатты уәде беруден, біреудің көңілін ауыртып қалудан сақтану керек достар. Мысалы, өмірдің заңы сондай. Мен мысалы кеше жаңағы аяулы Фери дедім, бір керемет бір шығарма бар екен ғой. Қазір айтамын. Сол шығарманы оқыдым. Енді соны сабақтың соңында айтып берейін. Сонда жаңағы отбасылы мысалы жігіттің де отбасы болды, әйелдің де отбасы болды. Екеуі енді отбасын тастап, екеуі ғашық болып бір-біріне үйленіп басқа бір мемлекетке кетіп қалады да. Сол мемлекетке барғаннан кейінгі әйел мен ер адамның ортасында тағдыры ең соңында жаңағы екеуі бірге тұра алмай екі жаққа кетеді. Жаңағы жігіт қайыршылықтан, сондай қиыншылықтан өз-өзіне қол жұмсап өмірден өтеді. Сонда жаңағы біреудің көз жасына қалу ғой, қарап отырсақ. Өзінің баласын, екі баласын әйелімен тастап кетеді, біреудің әйелін алып. Сонда өмір ең соңын біреудің ақшасын алып кетеді. Ең соңында айналып келген кезде ол өзін-өзі құртады да, мысалы. Сол сияқты сен біреуге жаман сөз айттың ба, ертең сені де біреу жылатуы мүмкін да. Ол өмірдің заңдылығы солай достар. Ұйықтап қалмаңыздаршы достар, ұйықтап қалмаңыздар, аз қалды. Алтылықтар туралы айтайық достар. Алтылықтар мейірімді дейді, қамқор дейді. Жаңа мырза кісі бар ма екен? 6-сы күні, 15-і күні, 24-і күні толған кісілер бар ма екен? Ой, Нұржамила ханым алтылық екен. Сондай мейірімді дейді. 6-сы күні, 15-і күні, 24-і күні толған адамдар көп айтайын, мейірімді дейді. Сондай жан-жануарларды жақсы көреді дейді ғой. Мырза жігіт сондай ма? Жан-жануарлардың өзін жақсы көреді. Мысық асырайды, күшік асырайды деген сияқты. Сондай екен. Әдемілікті жақсы көреді екен. Әрбір нәрсенің әдемі болып тұрғанын, мысалы, мал бақсаңызда қораның тап-таза болып тұрғанын, мәшинеңіздің сондай жайнап тұрғанын, үйіңіздің де сондай әр нәрсенің ретті болғанын, әдемілікті жақсы көретін адамдар осы күні толған адамдар екен. Көзбен жақсы көретін адамдар, жаңа бәрінің ретті болғанын қалайды. Жайнап тұрса, дастарханында сондай өзі, мысалы, дастарханында сондай керемет жазатын адамдар. Біреу келсе, жайнатып қойса, дастархан онда көңіл тоқ болады. Сондай адамдар екен. 6-сы күні, 15-і күні, 24-і күні адамдар, толған адамдар, бұлардың жауапкершілігі жоғары дейді. Мысалы, отбасына жауапкершілігі жоғары, әрбір ісіне жауапкершілігі жоғары. Мысалы, олар бір жұмысты тапсырса, біреу ұйықтамай отырып жұмыс істейтін адамдар, мысалы, алтылықтар. Сондай екен. 6-сы күні, 15-і күні, 24-і күні толған адамдар, сондай жауапкершілігі жоғары. Отбасына, әрбір сөзіне, әрбір ісіне. Мысалы, мен сияқты, мен кейде қуып кетемін ғой енді, ананы істеймін, мынаны істеймін, ойбай сендерге тегін сабақ өтемін деп, артында энергиям, уақытым жетпей қалады. Ал енді алтылықтар өзінің әрбір ісіне жауапты адамдар екен. Киімінде ұқыптап ұстайтын, жаңағы әрбір алған затының қадірін білетін адамдар, мысалы. Жарқынай ханым сондай дейді, негізі достар бар ғой, мына туылған күн өте жақсы түседі ғой, өте дұрыс, мен қаңғалап. Сондай шешім қабылдауда да сондай айналасындағы адамдарды тыңдайды дейді. Айналасындағы адамдардың пікірін тыңдайды. Кішкентай бір 5 жастағы баласы болса да, соның аузына қарап, балам, не істейсің балам? Істеп берейін бе тамақ деген сияқты сондай жауапкершілігі, әрбірсіне жауапкершілігі жоғары адамдар екен. Енді сол кемшіл тұстар сондай елге көмектесемін деп жүреді екен да, өзін ұмытып кетеді екен кемшіл тұстар. Болды, мен жей салайын, болды, солар аман болсыншы, солар ішсін, солар жесін, солар кисін, сол туыс туғаныма берейін, солар көркейсін, солар гүлденсін. Үнемі адамдарға тілек тілеп жүретін адамдар, жаңағы
көшеден бір ауырған адамды көрсе де жаны ашып тұратын, екі қабат әйел көрсе де жаны ашып шіркін-ай осы аман есен босанып алсын деген сияқты өмірге махаббатпен келген адамдар дейді. 6 күн толған адамдар. Не деген бақытты адамдар. 6 күн толған адамдарға үйленіп алу керек екен, достар. Жігіт тапсаңыздар ойлану керек екен. 6 күн толған адамдар өте жаңағы жауапкершілігі жоғары екен. Былайша айтқанда некеге адал деп тұр ғой енді. Сол кемшілік сол жаңа өзін ең соңына қояды дейді да, қойшы болды. Шаршап тұрса да бір жерге бара салады, ұйқысы келіп тұрса да болды, қойшы ананы жасай салайын, ана кірімді жуа салайын деген сияқты. Өзін ең соңына қояды екен. Сонда сіздер осы 5-ші айда туысқандар арасында бір жаңжал болудан сақтануыңыз керек екен. Бұл нәрсе неге түсіп тұрғанын білмедім енді, жаңағы сіздерге солай түсіп тұр. Одан кейін біреуге қарыз бермеңіз дейді. 5-ші айда біреуге қарыз берсеңіз, ол міндетті түрде қайтарам деп айтатын адамдар болса, ол қайтармауы мүмкін дейді. Ақша бермеңіз дейді. Одан кейін жаңағы сыртқы келбетке байланысты бір нәрсе істеуден сақтаныңыз. Мысалы, кейбір адамдар қасын шектіреді, мына көзінің үстіндегі мына етті алдырып тастайтын адамдар болады, мына бетін тартырып тастайтын болады, мына ерін түсіретін адамдар болады, иә. Негізі жаңа 5-ші айда операция жасаудан, сондай бит күтіміне байланысты операция жасаудан сақтаныңыз дейді. Мысалы, балаларыңыздың құлағын тесетін жағдай болады, иә. Жаңа қас шектіреді. 50-демін тағы үйленейін ба дейді. Мырза кісі, басыңыз бос па еді? Ой, алтылықтар керемет екен. Негізі көп басқаның бәріне. 25-тері жетіліктер қазір айтамыз, иә? Жаңағы сонда тері мәселесіне байланысты сақтаныңыздар, иә? 5-ші айда жаңағы қас шектіретін, мынаның үстін кейбір адамдар бүйтіп көтереді ғой, мынаны бүйтіп көтереді. Мынаның ерінді сіреді, сондай өзі бір бет күтіміне байланысты бір операция жасайтын жағдай болады ғой, соны 5-ші айда істемеңіздер дейді. Енді әйел адамдар сұлулыққа байланысты ойбай сен жасама, қарам деп айтпаймыз, достар. Әр адам өзінің жаңағы детокс салат дей ма, немене дейді, мысалы. Кейбір адамдар ішінің майына дейін алдырып тастайды екен ғой, операция. Ондайдан аулақпыз дейді. Сол әйел адамдарға байланысты айтып жатырмыз. Одан кейін ер адамдарда сондай жаңағы алтылар олар жасамайды. Әйел адамдар сондай болуы мүмкін жаңағы. Одан кейін денсаулық мәселесінен жаңа қан қысым мәселесі, қан көтеріліп кетеді, қан қою деген дүние бар ма, мырза? Бүйрек мәселесіне сақтану керек екен. Ұйықтап барам дейді. Талғар мырза, сіз қанша едіңіз? Сондықтан алтылықтар не істеу керек екен? Алтылықтар бар ғой, екіліктер, төрттіктер, сегіздіктермен жақсы тіл табыса алады екен. 2-сі күні, 4-і күні, 8-і күні туылған адамдармен алтылықтар жақсы тіл табыса алады екен. Бүйрек ауырып жүр дейді. Сол 5-сі күні туылған 5-ші айда сол бүйрек мәселесі, қан қысым мәселесіне сақтану керек екен. Сондай ауру болса емдету керек деп жатыр. Мысалы, мен құлағым чыңылдайды, әлі күнге дейін соны емдетіп жатырмын. 2-сі күні, 4-і күні, 8-і күні туылған адамдармен алтылықтар жақсы тіл табыса алады екен. Мысалы, неке мәселесінен солай ескерсеңіздер болады, иә? Сонда жаңағы алтылықтарға өте жақсы түсті, иә? Жұмысқа барамын деймін. Талғар мырза, сіз қанша едіңіз? Жетіліп пе едіңіз? Алтылықтарға өте жақсы түсті. Сонда ақша бермеңіз дейді, денсаулығыңызды күтіңіз, бүйрегіңізді күтіңіз, адамдарға жоқ деп айтыңыз дейді, өзіңізге көңіл бөліңіз дейді. Осы 5-ші айда денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Туысқан. 8-діксіз ба? Достар, жетілікті қайттық. Жетіліктерді қайтеміз оны. Оны 8-діктерді айта салайын, соны жетіліктерді айтайық. 8-і күні, 17-сі күні, 26-сі күні туылған адамдар. Райхан ханым бірліктерді айтып кеттік. 8-і күні, 17-сі күні, 26-сі күні туылған кісілер. Жетіліктерді қазір айтамыз, 25-сі күні туылған адамдар. Енді 8-діктерді айтайық. Талғар мырза ұйықтап бара жатыр екен. 8-і күні, 17-сі күні, 26-сі күні туылған адамдар. Анар ханым рахмет, Сәмза ханым рахмет, Алла разы болсын барлықтарыңызға. Бар дейді. Жетіліктерді айт. Ой, Гүлмира ханым, ана жаңа қыз ұйықтап бара жатырмын дейді, сосын оятып алайық. Соғыс көп күтіп кетті, бағанадан күтіп кетті. 8-і күні, 17-сі күні, 26-сі күні туылған адамдар, бұл адамдар... Рахмет күліңізге. Марта мырза, рахмет. 8-і күні туылған адамдар іскер дейді. Ақшаны жақсы басқаратын адамдар екен. Ақшаны жақсы табады, жақсы басқаратын адамдар. Төзімді дейді. Гүлмира ханым рахмет, күліңізге рахмет, Алла разы болсын.
бергеніңіз жүз еселенсін, төзімді дейді. Сондай ма? Кейде мысалы тамақ ішпей жұмыс істей беретін адамдар, ұйықтамаса да жұмыс істей беретін адамдар, әр нәрсеге төзімді адамдар осы сегіздіктер екен. Еңбегіне қарай бағаланады екен. Қанша еңбек етеді, Алла тағала бүкіл жақсылықты береді екен, еңбегіне қарай береді екен. Жаңа біреуге алда барып ақша табатын адамдар емес, нағыз адал еңбекпен жұмыс істейтін адамдар осы 8 күні, 17 күні, 26 күні туылған адамдар екен. Бұларда тұрақты сауда болады екен, тұрақты жұмыс болады екен, жылжымайтын мүліктері, бизнестер көп болады дейді. Сондай ма? Иә, сол ақша шашқыш дей ма? Білмеймін, әйтеуір іскер дейді, ақшамен отбасын жақсы басқара алатын адамдар дейді. Сондай дейді, жаңағы ұйымдастыру қабілеті күшті дейді, батыл дейді, қиындықтан қорықпайды, төзімді дейді, әрбір іске төзімді, сабырлы адамдар деп айтып жатыр да. Осы 8 күн туылған адамдар жақсы табамыз, жақсы жасаймыз дейді. Сондай ма? Онда жаңа ақшаны жақсы табады, жақсы орнына жұмсайды деп жатыр да. Негізінде жаңа шашу деген мәселе, мен ойлаймын да, өмірде ақша тапқаннан кейін оның игілігін көреміз. Мысалы, кейбір адамдар айтады, енді нанға, сүтке ақша кетеді ғой, соның өзін орынсыз шығын, ақша жақ келмеді деп айтады да. Қолыма ақша тұрмайды дейді. Қолыңызға ақша тұрмауы қалай десем, енді күнделікті ішіп жейміз ғой дейді да. Ол ішіп жемге өзіміз рахатымызға жұмсамағанда ақшаны не үшін жұмсаймыз, не үшін табамыз мысалы. Көп адамдар солай ойлайды екен, мен қолыма ақша тұрмайды деп. Әмелетте ол өзіңіздің тұрмысыңызға, ішіп жеуіңізге, жүріп тұруыңызға жұмсалады ақша. Иә, сауданың адамдар екен, сегіздіктер. Негізі сауда істейтін болса өте жақсы деңгейге көтерілетін адамдар екен. Мысалы, бірліктер, олар билігі, иә, билік басында жүрсе, ел басқарса, олар жол ашық болады, байлыққа, бақытқа тез жететін адамдар. Ал енді сегіздіктер сауда арқылы өсетін адамдар екен. Өйткені олардың тілі майда ғой. Тілі майда, бір нәрсені сендіре алады, көндіре алады. Ер азаматтарда да сондай, жаңа 8 күні туылған адамдар, олар көп жағдайда мен істеймін, аспандағы айдап беремін саған, пәленбай кезде үй аламыз, машина аламыз, үнемі жақсы сөйлеп жүретін адамдар. Сені жаңа кейде біз ренжиміз ғой жолдасымызға. Иә, кейде жолдасымызға сегіздіктерге ренжиміз, сен өтірік айтасың, сен жаңағы алдында да сөйтіп айтқасың, орындамадың деген сияқты. Әмелетте олардың негізгі жоспары дұрыс болады екен, идеясы дұрыс болады екен, сондай артықшылығы, сондай әділ дейді. Әр нәрсені әділдікпен басқарғанды жақсы көреді екен. Одан кейін жаңағы отбасында біраз қатал дейді. Сондай ма? Отбасында қатал дейді. Әр нәрсеге жаңағы өте бір қатаң принциппен қарайтын. Сағат 6-та тұру керек, 6-та бару керек, уақытында бару керек, уақытында тұру керек, уақытында чай қайнап тұру керек, тамақ пісіп тұру керек. Әйтпесе сегіздіктер өте жаңағы иә қатал дейді. Иә. Балаларға да сондай қатал болады екен. Әлмира ханым, сізде сондай ма? Әр нәрсеге қатал, мысалы, әр нәрсе орында тұру керек, балалар уағында ұйықтау керек, уағында тұру керек деген дүниеге айналасындағы адамдарға өте бір қатаң позиция ұстайды екен. Осы бір нәрсеге, иә, одан кейін жаңағы бір нәрсеге жеткенше тыным таппайды екен. Осы біреумен ренжісіп қалса, ол сол адамды бір алдына әкеліп кешірім сұратпайынша сегіздіктер тыныш таппайтын адамдар екен. Өйткені олар бәрі әділ болса дейді. Олар жаны күйеді, біреудің өтірік айтқанын көрсе жаны күйіп кетеді, сондай адамдар екен. Ашық емеспін, бірақ қалған тура. Иә, енді кейбір адамдарға тура түседі, иә. Мысалы, мына туылған күнге байланысты кейбір адамдарға тура түспей жатады ғой. Ол мысалы, неге қондырған кезде, ой, сен пәленбайдың келіні түскен жыл туылғансың, біздің ана қара сиыр бұзау туған күзде туылғансың дей ма, бірдеңені қоя сала, солар айта салатын еді ғой, иә достар. Содан кейін де көп адамдікі тура түспейді. Сонда жаңағы бестіктер неден сақтану керек екен? Асығыс шешім қабылдаудан сақтану, жаңағы эмоциямен біреудің көңілін ауыртып қоюдан сақтану, басқаруды, адамдарға тым қатал болудан сақтану керек екен. Сіздерге қарым-қатынас түсіп тұр ғой, жүрек қан тамыр ауруы, бауыр, арқа, бел ауруларына сақтану керек екен. Осы 5-ші сіздерге көбірек медитация жасау керек екен. Медитация жасай аласыздар ма сегіздіктер? Өйткені жүрек қан тамыр аурулар дейді ғой, бәрін жаңа жүрекке салатын болып отырсыздар ғой. Бәрін жүрекке аласыз, біреуді ренжіту, жаңағы айтып жатыр ғой, біреуге ренжісіп қалса, соны алдын әкелмейінше жаны тыныш таппайды дейді да. Сонда жаңа жүрекке көп салмақ салатын адамдар екен, сегіздіктер. Медитация жасау керек екен, арақ шараптан сақтану керек екен, ер азаматтар болса, иә. 5-шіде сондай жаңағы арақ шараптан қатты сақтану керек екен. Иә, дұрыс айтасыз, турасын Алла біледі, иә, Зәмза ханым, иә. Сондай жаңа екіліктер мен алтылықтар мен жақсы тіл табысылады екен. Неке жағынан айтып жатқанымыз ғой. Күніне сіздерге көбірек жаяу жүру керек екен бестіктерге. Екіліктерді айтып кеттік достар.
Енді жетіліктерді айтайық, иә, жетіліктерді. 10 күн толған адамдар бірліктер. Жетіліктерді айтайықшы, достар. 7 күні, 16 күні, 25 күні толған кісілер бар ма екен? Иә, бәрінде бір алла білуші ғой, достар, иә. Аллаға серік қосып, жаңағы не отырған жоқпыз, достар. Иә, 7 күні, 16 күні, 25 күні толған адамдар жетіліктер. Оны енді көз ашық адамдар түсінеді деп ойлаймын. Әзір енді барлық адам осы нумерология бойынша, сандар бойынша сөйлеп жатыр ғой. Сандар сөйлейді дейді, санның киесі бар дейді, адамның атының киесі бар деп айтады, достар. Адамның атында да кие болады екен негізі. Мысалы, бір адам сізге тілек тілейтін болса, мысалы, Айка деп тілейтін болса, ол тілек қабыл болмайды дейді да. Мысалы, Айгүл Серікқызы деп, мысалы, енді кейде бір жақындарымыз бізге тілек тілейді ғой. Жаңа намаз оқыған кезде тілек тілеп жатады, сол кезде әкеміздің атымен қосып айту керек екен да. Аттың да сондай, туған күннің де сондай өзінің жаңағы киесі болады екен. Сандар сөйлейді деп жатқанымыз сол. 7 күні, 16 күні, 25 күні толған кісілер, бұлар ойлау қабілеті күшті дейді, интуициясы мықты деген. Кім жақтырмай тұр біліп қоятын адамдар ғой, сезгір адамдар. Бір үйге барған кезде, ол мысалы жеңгеңіз болсын, 28 күнде болса, бірліксіз. Жаңағы бір жерге барған кезде сондай ма? Точно дейді, иә. Біреу жақтырмай тұр ма, қабағын түйіп отыр ма, сіз барған кезде не болмаса, қандай көңіл күйде отыр, балаларында сондай біліп қоятын адамдар. Біреудің қабағына қарап-ақ қандай адам екенін сезіп қоятын адамдар екен, жетіліктер. Өйткені жетіліктер Алладан аян алатын адамдар. Айттыңыз онда. Айттыңызшы, иә, бірлікті айтайық, қайтадан. Иә, жаңа аян түсі арқылы сондай өміріне болжам жасайтын адамдар, мысалы, өмірден өткен адамдар көбірек түсіне кіреді, Құран хатын арнайтын, көбірек мына Аллаға жақын, Алла адамның жүрегі Құдайға байланған дейді ғой. Сондай жетіліктер жаңағы Құдайдан қорқатын, өтірік айтпайтын, өсек айтпайтын, Алла деп қана өмір сүрген адамдар осы жетіліктер болады екен. Ал енді бестіктер біз жаңа кейде ойнап кетеміз, өсек айтып қоямыз, мысалы, біз сондаймыз, мысалы, бестіктер, иә. Ал енді жетіліктерге албатты сөз айтуға болмайды, өйткені жетіліктердің интуициясы өте дамыған, мына рухани 7 чакра қуат көзі деп айтады ғой, чакрологияда да айтады, иә. Қуат көзі бойындағы ашылған, олар не тілесе де қабыл болатын, жол ашық адамдар. Сондықтан осы балаларыңыз болса көп ренжітпеңіздер, иә. 7 күні, 16 күні, 25 күні толған кісілер болса, балаларыңыз болса көп ренжітпеңіздер, өйткені олардың қасиеті болады, киесі болады. Сенбесеңіздер, арқасын сипап көріңіздер, балаларыңыздың сондай рақаттанып қалады. Өйткені арқасы бар деп айтады ғой, сондай киесі бар, өнер адамдары болып келеді, мысалы, елдің алдында жүретін сондай емші адамдар. Сөзбен емдейді, көзбен емдейтін сондай қолының шипасы бар, мысалы, сынықшы, емші, сондай адамдар осы жетіліктер өте жақсы. Сондай жаңағы енді кемшілік тұстары, сондай жалғыздықты жақсы көреді дейді. Оңаша қалған жақсы көреді екен, тұйықтап қалады екен, жаңағы адамдардан алыстағысы келеді, көп ешкіммен араласқысы келмейді. Балалар рақаттанады. Берді қоспай ол дейді, жаным осы. Алла сізге жар болсын. Жаңағы барлық бала рақаттанады емес, кейбір адамдар денесін ұстатпайды, байқастыр ма? Ол барлық адам жаңа денесін, кейбір адамдар массаж жақсы көреді, кейбір адамдар массаж жасатпайды. Денесін, ойбай, қытығым келеді деп отырады ғой кейбір адамдар, иә? Балаларыңыз да сондай. Мама, қытығым келді, ұстамашы деп айтады. Иә, достар, сол енді осындай жағдайлар болып қалады, иә? Сондай эмоцияны білдіре алмайды дейді. Жаңағы адамдарға бір суық сезілуі мүмкін. Сондай екен жетіліктер. Жаңағы өзінің эмоциясын ашық айта алмайды. Гүлмира ханым сондай ма? Кейде бір рахмет, кейде бір нәрсені ашық айта алмайды, жеткізе алмайды дейді да. Жақсы көрем деп те айта алмайды, иә. Мен сені жақсы көрем, балам. Сондай жаңағы осы 5-шіде сіздер неден сақтанударыңыз керек екен? Көп адамнан жаңағы ананы істеп берші, мынаны істеп берші, ана жерге барып келші деген сияқты көп адамның жұмсауынан сақтаныңыз дейді да. Өйткені өзіңізге энергия керек, өзіңізге күш қуат керек, өйткені сіз көп шаршайсыз ғой. Жетілге көп шаршап қалады екен. Өйткені адамдарды емдейді, сіздердің қастарыңызға келген адамдар рақаттанады. Сондай шығар. Біреу ақыл сұрап келеді, біреу көмек сұрап кетеді. Айналаңыздағы адамдар сізді біртүрлі пана тұтады. Аға бауыр, туыс туғаныңыздың бәрі сізден көмек сұрайды, ақыл сұрайды. Ананы не істеймін? Гүлмира, айтшы маған.
мына жерге барсам бола ма, мына дәріні ішсем бола ма, мына көйлекті алсам бола ма, ана кім шақырып жатыр, не апарайын соған, бәрін ақылдасады да, сізде жаңа энергия қалмай қалады екен. Өзіңіздегі уақытыңызды, еңбегіңізді бәрін соған айтасыз да. Сонда сіздерге 5-ші айда бір нәрсеге не қылу керек екен. Кейде жоқ деп айту керек, өзіңізге көбірек уақыт арнауыңыз керек екен. Одан кейін жоспарыңызды ешкімге айтпаңыз дейді. Жоспарыңызды 5-ші айда айтпаңыз, қағазға жазып қойыңыз, Аллаға тәуекел етіңіз, Аллаға айтыңыз дейді. Адамдарға жаңағы жоспарыңызды айтпауыңыз керек екен. Өйткені жетіліктердің жаңағы чакра қуат көз ашық қой. Мысалы, бақ ауысады дейді, адамда бақ ауысады дейді. Бақ көшіп бөл деп айтады, Алланың беретіні жоқ, біреу аударып береді дейді да. Сонда жаңағы жетіліктер көбінде жоспарын біреуге айтпау керек екен. Өйткені сіздер жоспарыңызды айттыңыз ба, бір жерде ол орындалып жатады, байқайсыздар. Сондай жағдай болады да. Сондықтан мына жоспарыңызды барынша айтпаңыз. Одан кейін жүйке, асқазан, жаңағы ұйқыны дұрыстауыңыз керек екен. Көп нәрсені уайымдаудан сақтануыңыз керек екен. Өйткені сіз енді адамдарға көп мейірім беретін болғаннан кейін адамдар көп уайымдайсыз, анау не болады екен, мынау не болады екен. Сегіздіктерді айтып кеттік, достар. Сондықтан жаңағы тәттіден бас тартуыңыз керек екен. Тамақтарды аз жеуіңіз керек екен 5-ші айда. Неғұрлым жаңағы дұрыс сауатты тамақтануға тырысуыңыз керек екен. Сонда жаңағы әр ісіңіз жеңіл болады. Одан кейін күнделікті мен бүгін не істедім? Мысалы, сіздер енді жаңағы чакра қуат көздеріңіз бірақ ашық қой. Таңертең тұрған кезде мен қанша адамға жақсылық істеймін, мысалы, Алла тағала пайдалы болуға нәсіп ет деп оянасыздар ғой. Күнде жататын кезде де сондай Аллаға есеп беру. Сонда сіздің әр күніңіз жоспарлы болады. 5-ші айда сондай әр ісіңіз берекелі болады. Адамдардың көбірек батасын аласыз. Сондай жаңағы өміріңізде қуаныш көп болады дейді. Енді жетіліктер туралы, 8-діктер туралы айттық. 9-дықтар туралы айтайықшы, достар. 9-дықтар көп күтіп қалды. 9 күні, 18 күні, 27 күн толған кісілер бар ма екен? Төрттіктер туралы айттық, достар. Төртке жетіліктерге өте жақсы түсті, 6-лықтарға да өте жақсы түсті. 9-дықтар бар ма екен, достар? 9 күні, 18 күні, 27 күн толған адамдар бар дейді. Рахмет, Гүлмира ханым, рахмет. Дейза ханым. Достар, маған жазылмаған кісілер жазылып қойсаңыздар болады, жоғалтып алмаңыздар. 8-діктерді айттық, достар. Қазір және бір тоқтап өтейін. 9 күн толған кісілер бар ма екен? 9 күн. 4-ті естімедік, 2-ліктерді айтыңызшы дейді. 9 күні, 18 күні, 27 күні толған адамдар. Тоғыз күні, 18-і, 29 күні толған, 27 күн толған адамдар кек сақтамайтын адамдар дейді. Ақ көңіл дейді да. Әзір айтады. Сондай кек сақтамайды дейді. Біреу ренжісіп қалса болды, ұмытып кететін адамдар. Балаларда да сондай екен. Әзір бір нәрсеге ренжіп жатады, әзір қайтып келеді. Ештеңе болмағандай өмір сүретін адамдар екен. Кешіре білетін адамдар, өмірге деген құштарлығы күшті адамдар дейді. 9 күні, 18 күні, 27 күн толған адамдар сондай өмірге құштар адамдар дейді. Салтанат ханым, сіз сондай екенсіз, не деген жақсы? 18-і 9 күн. Мысалы, мен 5-тікпін ғой. 5-тіктер көбінде 5 күні жаңа 23 күн толған адамдар, олар жаңағы кек сақтайды. Мысалы, мен біреуге ренжіп қалсам, оны кешіру өте қиын. Кешіру практикаларын жасаймын, медитация жасаймын, әйте өзім дәрім жұбатам ғой. Мен достар 1 сағат болып қойдым. Достар, мен мынаны бар ғой, YouTube каналға салып қояйын, бұйырса. Еркежан Бейсенбек деп YouTube каналға жазсаңыздар, каналым бар, достар. Каналға салып қояйын, сол жерден асықпай көрсеңіздер де болады, Бәрі тегін тұр, достар. Енді жаңағы менімен бірге марафон бастаймын десеңіздер, марафонға жазылсаңыздар болады, достар. Осы айдың 1-нен бастап марафон жасаймыз. Болсын, ханым, рахмет, Алла разы болсын. Дидар ханым, рахмет, Алла разы болсын барлықтарыңызға. Түн тыныштығын сыйласын, достар. 9 күні, 18 күні, 27 күн толған адамдар өте мейірімді дейді, кешірімшіл дейді. Не деген жақсы, достар. Дүниедегі ең қиын нәрсе сондай бір нәрсені ауыр жүрекке алып, ұмыта алмай жүру. Мысалы, маған жолдасым кейде ренжиді, 40 жылының алдындағын айта береді екенсің. Кеше болып кетті ғой, бүгін неменеге айтып отырсың дейді да, мысалы. Кейде маған сөйтіп айтады. Ал енді мына 9 күн толған адамдар не деген жақсы, мысалы. 9-18 күн, 27 күн толған адамдар, олар өте кешірімді дейді, мейірімді дейді. Бір нәрсені көңілге алмайтын адамдар, ой, ол айта береді, қойшы деп жаңағы кең жүретін адамдар дейді. Пейілі кең адамдар екен. Одан кейін сол кемшіл тұстары өте жомарт дейді. Қолындағысын біреуге беріп қоятын адамдар. Жайла мырза, 28 күні толсаңыз бірліксіз.
9 күні туылған адамдар сондай өте жомарт екен. Өзінде жоқ болса да біреуге бергісі келіп тұратын адамдар осы күні туылған адамдар екен. Астындағы атын сойып беретін сондай бір жомарт адамдар. Одан кейін сол жауапкершілікті көп мойынға алады екен. Бірақ енді жаңа шыдамсыздығы бар екен. Күйгілік дейді да. 9 күні, 18 күні, 27 күні туылған адамдар олар жеңіл өмір сүретін адамдар ғой. Көп нәрсеге ренжімейді, айта берсін деп жүретін адамдар, бірақ шыдамсыз дейді. Бір жерде отыра алмайды, бір жерде тұра алмайды, бір жұмысты істегісі келмейді. Әйтеуір жаңа бір нәрсені әр нәрсенің басын жалып істеп көрген жақсы көретін, саяхаттап жүрген жақсы көретін адамдар екен. Бір орында отыру өте қиын болады енді. Жаңа шыдамсыз жағынан, жұмыс жағынан да сондай шыдамсыз болуы мүмкін да осы күн туылған адамдар. 5 күн неден сақтану керек екен достар? Денсаулық түсіп тұр ғой сіздерге. Көру қабілеті әлсіреуі мүмкін дейді. Көру қабілеті түсіп тұр. Мысалы, жаңа бір кісілерге, төрттіктерге ревматизм сондай буын қақсау, бүйректі қуаттандыру деген сияқты дүниелер айтып жатыр ғой. 5-ші айда сіздерге сол көзді қуаттандыру керек екен. Табиғат аясында көп жүруіңіз керек екен. Алладан медес сұрауыңыз керек екен. Өте жақсы түсіп тұр. Жасыл, ақ киімдерді көп кию керек екен сіздерге. Ашық реңдерді көп киюіңіз керек екен. 2-ші күні, 4-ші күні, 8-ші күні туылған адамдармен жақсы тіл табыса алады екен. 9-ші күні туылған адамдар. Жаңағы 9 күні туылған адамдар, 9 күні, 18-ші, 27-ші күні туылған адамдар ағаш өсіру керек екен. Адамдарға осы 5-ші айда көбірек жақсылық жасау керек екен. Одан кейін жаңа Құран хатын түсіріп қойсаңыздар да болады. 5-ші айда сондай жаңа адамдарға көбірек жақсылық жасау, қайырымдылық істерімен шұғылдану керек екен. Сондайда бір өздерінің армандары орындалады дейді. Қарыздан құтылу болсын, денсаулық мәселесі болсын, ақша мәселесі болсын, 5-ші айда сол істері, жоспарлары жүзеге асады екен. 9 күні туылған адамдарға да өте жақсы түсті, достар. 28 күні туылған 8-ліктер қандай киім киген дұрыс Әмза ханым? Сол негізі ашық рең киген дұрыс екен. Осы ақ, көк, сондай қара, қоңыр емес, ақ, көк, қызыл сондай рең кисек, осы 5-ші айда жаңа ақша энергиясы ашық болады екен. Көңіл күйіміз жақсы болады екен. 28 туылған адамдар бірлік қой достар. 1 күні, 10 күні, 19 күні, 28 күні туылған адамдар бұлар бірлік. Бұлар жаңағы ел бастайтын адамдар ғой, көш бастайтын адамдар. 26 күні туылған адамдар 8-ліктер. Бұлар жаңа ақша мәселесінен қарыз алмау керек дедік, 1 күні туылған адамдар. Өйткені 1 күні туылған адамдар өзімдікі дұрыс дейтін адамдар. Менікі дұрыс. Біреулер ақыл айтса дейді да, бірақ өзінің деген жасайтын адамдар. Бұл кісілер 5-ші айда неден сақтану керек? Қаржыдан сақтану керек. Нәзия ханым, қалыңыз қалай? Сол ашық рең. Ол болса ханым бәрімізге де сондай 28 күні Нәзия ханым бірліктер ғой. Ақша мәселесінен қатты сақтану керек. Албатты нәрсеге ақша шығындамау керек. Бірліктер. Ақша түсіп тұр ғой сіздерге. Мысалы, кейбір адамдарға денсаулық түсті, кейбір адамдарға мысалы 5-ліктерге, маған мысалы қарым-қатынас түсті. Нені айту керек? 9-лықтар. 9-лықтар ма? Жаңағы 3-ліктер ол өнер адамдар деп айтты, 3 күн толы 3-ліктерге. Достар, онда жеке разборға жазылыңыздаршы, болмаса барлықтарыңызды толық туылған күндеріңізге, жыл, ай күндеріңізге байланысты көріп берсем болады, осы нөмірге жазсаңыздар болады. Ақша түсіп тұр деген не? Нәзия ханым қайсы? Бірліктерге ма? Бірліктер сол қарыз бермеу керек екен осы 5-ші айда. Неғұрлым жаңа ағаш өсіріп, гүл өсіріп, өсірумен айналысу керек екен. Сонда жаңағы бір күтіп жүрген ақшаларыңыз түседі осы 5-ші айда. Енді толық разбор жазсаңыздар, осы нөмірге жазсаңыздар болады, достар. Толық разбор және 22 күндік сабақ қосатын боламын. Енді бүгін тек қана күнге байланысты айтып жатырмыз ғой. Ол тағдыр саны болады, өмірлік миссия болады, әулеттің миссиясы болады. Мына туылған жылға байланысты, тағдыр санына байланысты көп нәрсені айтуға болады, достар. Негізі тура түседі. 2-ліктер ма? 2-ші күні, 11 күні, 20-ші күні, 29 күні туылған адамдар 2-ліктер болады екен. Ине өстіп, қымыз жасаймын, жақсы ма, өсіруге жата ма? Иә. Деген жақсы, ақ бар жерде бақ бар дейді. Негізі сондай жаңағы мал шаруашылықпен айналысқанда жақсы. Мал деген адамға ес болады ғой.
бір кезде мен жаңағы апам бар ғой, сол кісі маған айтатын, бір ешкі бағып алсаңшы, андағы ауылдарың не деген жақсы жерде отырсың деп. Біздің ауыл деген сондай жақсы. Содан кейін келгеннен кейін айтады ғой, қарға ешкіңді қойшы, ана 4 балаңды бағып алшы. Мен түсініп кеткен ғой енді. Уақытым жоқ, қар балас болып жүрсем айтады ғой. Сол сияқты ол малды да оңай адам бақпайды, өте мықты адамдар, ұйқысы сергек адамдар бағады. Үштіктер өнер адамдар, достар. Елдің алдында жүретін өнер адамдар. Мысалы, бірліктер ел басқаратын адамдар, ал үштіктер өнер адамдар. Ән айтатын, би билейтін, шығармашылықпен айналысатын, кесте тігетін, тігін тігетін, ол сол арқылы ақша табады мысалы. Ал бірліктер жаңағы ел басқару арқылы бір нәрсені ұйымдастырады, той басқарады, мектеп басқарады, әкім болады мысалы. Ол сондай, мысалы, туылған күнге байланысты. Ал енді үштіктер, олар жаңағы өнер адамдар. Өнер арқылы, сахнаға шығу арқылы олар жарқырайды, олардың жолы ашылады мысалы. Солай. Алланың нұры жаусын. Рахмет, Назия ханым. Ісіңіз берекелі болсын. Фәруза ханым, сіз бестіксіз ба? Мен де бестікпін. Бестіктерге осайда жаңа денсаулық не түсіп бір қарым-қатынас. Біз жаңағы сіз сондайсыз ба? Мен мысалы біреуді жақсы көрсем, шынайы жақсы көрем. Одан жаңағы тез көңілім қалып қалады. Бір нәрсені біз соңына жеткізбейміз, мысалы бестіктер. Жүрекке бір нәрсені ауыр алып аламыз, бір нәрсені көп уайымдаймыз бестіктер. Сонда жаңағы қарым-қатынасты тошына дейді. Қарым-қатынасты сақтану керек екен. Ешкімнің көңілін ауыртып алмау керек екен. 5-шіде. Бәрі жақсы болады дейді. Мысалы, бізге қарым-қатынас түсіп тұр ғой. Қарым-қатынас деген дүние мысалы да, жолдасыңмен қарым-қатынасың жақсы болса, ол саған барлық дүниесін береді, ақшасын береді мысалы, Солай дүниеде біз өзі жаңа жеңіл өмір сүруіміз керек екен. Ойнап күліп, адамдармен жақсы қарым-қатынас жасасақ, адамдар арқылы бізге ақша келеді екен. Біреу туған күнімізге бірдеңе сыйлайды деген сияқты. Көңілімізді кеңге салуымыз керек екен. Өйткені біз жүрегіміз нәзік, көп нәрсеге сондай жүрекке алып аламыз да, көп нәрсеге ренжіп, басымыз ауырып, өткен өмірге көп байланып қалатынымыз сол 29-ны туылған адамдар, олар екіліктер, достар. Жаңағы 2 күні, 11 күні, 20 күні, 29 күні туылған адамдар, бұлар екілік. Бұлар өзі жаңжалдан аулақ жүретін адамдар ғой. Ғалия ханым солай ма? Басыңыз ауырып кетеді. Біреулер ұрыс керіс болса, отбасында бір балаларда бір-бірімен ренжісіп қалса, миыңыз ашып кетеді. Төбелес жаңжал десе қашып жүретін адамдар ғой. Ғалия, сондай. Ол жаңа арақ десе бас ауырады, мысалы. Сондай кейде у-шудан бас ауырып кететін адамдар, екіліктер. Сол, олар оқыпты ғой бір жағынан, өте оқыпты, жаңағы тұрмыста да сондай оқыпты. Сол кемшіл тұстары жаңағы көп нәрсені жаңа жүрекке. Тыныш болса, сондай екен өзі. Құлағым тыныш болса болды дейсіз. Дыңғырдан аулақ өзі, дыңғырын қойшы өзі. Ақшасы құрысын өзі, миым тыныш болса болды, жүрегім тыныш, жаным тыныш болса болды деп өмір сүретін адамдар екіліктер. Өтірік болса өтірік болатын еді ғой, достар, Кейбір екі айтады. Алтылықтарды көрейді. Сондай адамдар екен. Бұл кісілер, достар, бұл кісілер бар ғой, неден сақтану керек екен? 5-ші айда адамдарға жаңағы көңіліне келетін сөз айтып қоюдан сақтану керек екен. Құжаттарға қол қойған кезде асығыс шешім қабылдамау керек екен. Мысалы, үй алатын кезде, жер алатын кезде 5-ші айда бір жаңағы алданып қалатын жағдай болуы мүмкін да. Мысалы, кейбір адамдарға жаңағы жолдан сақтаныңыз деп жатыр, төрттіктерге ма, қайсында? Жолға шыққанда сақтаныңыз дейді, мысалы. Міне, сол жаңа екіліктерге де сондай түсіп жатыр. Кейбір екіліктер араққа жақын болады. Сондай бола ма? Бірақ жаңа тыныштықты жақсы көреді екен осы екіліктер. Құлағым тыныш болса болды. Достар, онда туған күніңіз ба, жылыңызды айтасыз ба? Туған күнді ғана айтамыз, достар. Карина ханым, сұрағыңыз түсінбедім. Құдай сақтасын, жаман әдеттерден аулақпын. Сондай екен, сол тыныштық жақсы көреді. Достар, толық разборды жасатқыларыңыз келсе, толық разбор, одан кейін бұйырса 22 күндік марафон бастаймын, достар. Көп қымбат емес, 2200 теңге ғана. Алдында да марафон бастадым ғой, 1000 теңгеден ғана бастадым. 100 қанша адам қосылды, достар. Мен сабақтарым өте қымбат емес, достар. Қараңыздаршы, міне осыншама алған білім, осыншаманың алған ақпараттардың бәрін жазып сыз қойғам ғой. Осы ақпараттардың бәрін берем, достар, міне.